Саламатсыздар, қыздар, ханымдар. Сіздермен бірге мен Ақмарал, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оңай құрақтың тағы бір түрін көрсетемін. Осы үш түрін тез және оңай етіп қалай тігуге болатынын көрсетемін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бізге бұл оңай құрақ тігу үшін екі түрлі мата керек. Осындай тік төртбұрыш қырқып алдым. Ені 5 см, ұзындығы 9 см. Бір 10 шақты тігетін ұзындығыңызға байланысты. Менде бір 10-15 шақты. Және осындай төртбұрыш мата керек. 5-те 5 см. Осылай бүктеп аласыздар. Тіккенде оңай болады, немесе ортасынан осылай сызып аласыздар. Енді бұны осылай қойып, біреуін бір жағына, екіншісін екінші жағына қойып, осылай тігіп аламыз. Бірінші бір жағын тігеміз, екінші сызық түсіріп тігеміз. Оны қырыққан кезде, міне, бұлай бір сызық, тігіске қалдырып, тағы да бір сызық. Сол кезде мынаны ашып, екіншісін тігеміз. Сол кезде бізде осындай форма шығады. Барлығын осылай екі жағын тігіп аламыз. Міне, тігіп шықтық. Қараңыздар. Бір жағын ашып тігеміз. Міне бізде осындай бұрыштар шықты. Енді мынау жерін қырқып алып тастаймыз. Дәл мына екі тігістің ортасынан қырқып аламыз. Сонда бізде бір емес, екі құрақтың түрі шығады. Міне, барлығын осылай қырқып шығамыз. Және бір-біріне осылай қосамыз. Міне, қырықтым барлығын. Барлығы осындай болып шықты. Енді бір-біріне осылай қосамыз. Бір-біріне беттестіріп, бүйтіп қосып шығамыз. Сонда бізде осындай шығады. Ал шетінен шыққан ашып, оларды да осылай бұлай әртүрлі етіп қосуға болады. Бұл да бір өзінше өз алдына құрақ болады. Бір-біріне қосып тігем. Міне барлығын қостым. Осындай қарқара құрағының оңай түрі шықты. Ал мынау шетінен қалған қиындыларды бір-біріне қостым. Осылай сіздерде оңай жолмен тез-тез қосып тігіп алсаңыздар болады. Бірінші оңай құрағымыз осымен аяқталды. Келесі оңай құрағымызды тігеміз. Бізге осындай 5 полоска керек. 5 полоска. Ұзындығы менде 70-80 см, ал ені 4 см. 1, 2, 3, 4, 5 полоска керек. Бір-біріне қосамыз. Қосып үтіктеп аламыз. Қалаған түстеріңізді жасасаңыздар болады. Мен осы түстен жасап көргім келіп отыр. Міне бәрін қосып тігіп алдым. Енді осындай үшбұрыш керек. 4 см ені болған кезде менде мына барлық бұрыштары бірдей болу керек.
17-де 17. Барлық бұрыштар мына 17, мына 17, мына 17. Осыны сызып шығамыз. Арғы бетіне ручкамен, қаламен сызып шығамыз осылай. Қырқамыз. Міне бұрыштарымызды қырқып алдық. Енді бұларды бұлай жасаймыз. Міне бірінші бұрышын осылай қоямыз. Екінші бұрышын бұлай. Екіншісін, үшіншісін осылай. И осылай жалғастыра береміз. Сонда бізде осындай узор шықты. Міне. Мына үш бұрыштарыңыз барлық жағы бірдей болсын дегенім. Осы үшін. Егер бұрыштар міне мына жаққа бұлай және бұлай. Міне. Осындай әдемі қызық узор шықты. Жапқыштың шетіне, жанына осылай тіксеңіздер әдемі болады. Міне мынау бұрыштар бірдей болмаса, мынау сіздің неңіз бүйтіп кетуі мүмкін. Бұлай дұрыс емес болуы мүмкін. Сол себепті айтып жатырмын. Барлық бұрыш бірдей болу керек. Ал егер пэтчворкқа арналған линейка болса, онда 60 градус болу керек. 60 па, 40 па, есімнен шығып кетті. Міндетті түрде осындай шаблон жасап аласыздар. Барлық бұрышы міне 17 жарым, 17 жарым, 17 жарым. Сол кезде мынандай әдемі шығады. Осыны бір-біріне қосып үтіктейміз. Сонымен оңай құрағымыз дайын. Сіздер де осылай әдемі етіп тігіп алыңыздар әртүрлі түсінен. Міне тігіп үтіктедім. Сіздер де осылай тігіп алсаңыздар болады. Өте оңай, әрі тез және қызықты узор шықты осындай. Әртүрлі түстен жасасаңыздар болады. Велюрды қиналмасаңыздар, велюрдан жасап көріңіздер. Бірақ хб матасынан енді құрақ үйреніп жатқандарға өте оңай. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.